Жаңбыр да жауғалы тұр. Сәлем бұзауқан, қалың қалай? Сәлем. Маған суық тиіп қалды ғой дейм. Тамағым ауырып тұр. Ал мен қатты жөтеліп қалдым. Мұндай уақытта суық тез тиіп қалады ғой. Ал сен болсаң далада жүрсің. Мен ұлуға қонаққа бара жатыр едім. Менімен барасың ба? Жоқ, мені бұдан да қатты ауырып қалсын дейсің бе? Өзің білерсің. Тезірек жазылып кет. Сәлем, қошақан. Сәлем. Саған 37-де 7, денем қызып барады. Ой, саған не болып қалды? Мен ауырып қалдым, ыстығым көтеріліп барады. Сен де ауырып қалғансың ба? Міне қызық. Жел тиіп қалды ғой дейм. Күн суық болып кетті ғой. Шыдай алар емеспін. Онда сен ойнауға бармайсың ба? Жоқ, қалай барам? Емделуім керек. Тезірек жазылып кет. Рахмет, сен нағыз доссың. Бір, екі, солға, оңға, 3, 4, қолымызды көтереміз. О, балапан, жүр, тезірек жаттығу жасайық. Сәлем. Жасар едім, бірақ мен ауырып тұрмын. Ендеше үстімізге су құяйық. Не деп тұрсың? Қазір жаз емес қой. Онда тұрған не бар? Күн суық емес пе? Сол да сөз болып па? Рахатай. Не істеп тұрсың? Тоқтасаңшы, ауырып қаласың. Керісінше, бұл менің ауырмай жүруіме көмектеседі. Олай болу мүмкін емес. Мен күнде осылай жасаймын. Қараш маған, күш деген жетеді. Бұны денені шынықтыру дейді. Бұл қалыпты ғой. Мен бәрін ұлуға айтып берем. Ұлу! Мен мұндамын. Не болып қалды? Күшік есінен адасқан сияқты. Тыныш. Асықпай түсіндірші. Білесіз бе, осындай суық күнде үстіне мұздай су құйып жүр. Бір нәрсе жасау керек, ауырып қалуы мүмкін ғой. Бәрі дұрыс. Күшік дұрыс жасайды. Денені шынықтыру өте пайдалы. Саған. Мен білмеппін. Сонда суық сумен жуынсақ ауырмаймыз ба? Әрине. Міне керемет, тездетіп көру керек екен. Тұра тұр, қайда кеттің? Төбеңнен құйсаң суық су, болар әркез денің сау. Оны қалай жасау керектігін білесің бе? Жоқ. Шынықтыру ережелерін сақтау өте маңызды. Себебі одан кейін қатты ауырып қалуың да мүмкін. Ой, менің ауырғым келмейді. Ол қандай ережелер? Әрине, білгің келсе айтып берейін. Білгім келеді. Ендеше мұқият тыңда. Бірінші ереже. Қатты суықта үстіңе суық су құюдың керегі жоқ. Екіншіден, сен тоңып немесе ауырып тұрсаң, суық суды құюға болмайды. Одан бетер ауырып қалуың мүмкін. Ой, мен ауырып жүрмін ғой.
Сол үшін алдымен сауығуың керек. Содан кейін барып шынығуыңа болады. Денеңді біртіндеп суыққа үйрететіндей, бастапқы уақытта жылы сумен шайыну керек. Кейінірек ақырындап салқындатып отырасың. Шынықтыру жұмыстарын еріншектеніп кейінге қалдырмай, жүйелі түрде жасап тұру керек. Сонда күнде жасау керек пе? Мә, саған. Иә, әйтпесе бәрін басынан бастауға тура келеді. Айтпақша, есіңде болсын, өз бетіңмен емес, тек үлкендердің бақылауымен ғана шынығу керек. Шынығу да оңай шаруа емес екен ғой. Қорықпа, сен өте қабілетті баласың. Әлі-ақ бәрін игеріп кетесің. Ал мен саған көмектесемін. Әрине, тезірек жазыл, содан кейін бастармыз. Рас айтасыз ба? Алақай. Сені асыға күтемін. Керемет. Жарайсың, өзіңді қалай сезініп тұрсың? Тамаша, тіпті суықта емес. Ең бастысы, күнделікті жасауды ұмытпа. Сәлем, балалар, қалдарың қалай? Бір қалыпты. Әлі ауырып жатырмыз. Ал мен өзімді күшті сезініп тұрмын. Мен енді қалай ауырмай жүру керектігін білем. Ол қалай? Шынығу керек. Күнде салқын сумен жуынып тұру керек. Маған бұны ұлу айтты. Мә, саған көмектесем екен. Көмектескенде қандай? Сендерге де шынығу керек. Тек бұны асықпай, күнделікті дұрыс жасап отыру керек. Мен де жасап көрейінші. Мен де. Алақай, бәріміз бірге шынығамыз. Есесіне бұдан кейін ауырмаймыз. Бәріміз білім қуамыз, жазу жазып оқимыз. Кітап оқым әрдайым, көңілге бәрін тоқимыз.